Сонымен үш әріпті сөз болса, мысалы, дораба деген сияқты. Қалай жасаймыз? Дорибун деп жасай саламыз, я? Істің істеушісін, ұрушы деп. Ал төрт әріпті болса қалай жасаймыз? Мысалы, мынандай сөз бар. Акрома деген сөз бар. Немесе фарроха деген сөз бар. Мысалы, төрт әріпті. Немесе дахрожа деген сөз бар. Төрт әріпті. Я? Қалай жасаймыз деген кезде былай жасаймыз. Былай жасаймыз. Осының мудориғын аламыз. Біріншіден. Акроманың мудориғы болады. Акрома құрметтеді. Құрметтейді деген мудориғын аламыз. Юкриму. Мудориғы қандай екен, қаяқтан білеміз дегенде, оны кейінгі сабақтардан өтеміз. Мудориғын қалай білетінімізді. Пока түсіндіріп жатырмын. Акрома. Мудориғын аламыз. Юкриму. Сөйтіп, мудориғын аламыз да, соның алдыңғысын кәсірақтаймыз. Кәсірақталып тұр. Мынау мудориғы әріпі бар ғой, бірінші әріпі. Осыны орнына мим береміз. Даммалы мим береміз. Мукриму болды. Мукриму. Сосын барып, соңын тәнуіндейміз. Не шығады? Мукримун шықты. О. Құрметтеді деген сөзін естіп жүрдік. Құрметтеуші деген сөзге айналдырып жүрдік. Фарроха қуандырды. Тура солай жасаймыз. Мудориғын аламыз. Бұның мудориғы юфарриху. Мудориғын қаяқтан білеміз дегенде кейін айтам қалай білетін. Сосын барып, мынау яйдың орнына мим береміз. Муфарриху болады. Муфарриху. Сосын барып, соңын тәнуіндей саламыз. Мына соңын алдысына кәсірақтаймыз. Кәсірақталып тұр, соңын тәнуіндейміз. Муфаррихун. Муфаррихун. Фарроха қуандырды. Муфаррихун қуандырушы. Дахрожада тура солай жасаймыз. Юдахриджу мудориғы. Юдахриджу. Сосын барып, мудахриджун. Мудахриджу. Сосын барып, мудахриджун деп тәнуіндей саламыз. Ұзақ сөз алайық, мысалы, болды, осы мысалдар жетеді. Яғни, қорытындыда қандай? Егерде үш әріпті болса, онда фаилун уәзіне сала саламыз. Сөзіміз үш әріп болса. Дораба, дорибун. Насора көмектесі насирун. Кәтаба жазды, кәтибун жазушы. Егерде төрт әріпті болса, онда көп әріпті болса, мысалы, ястахриджу деген сияқты. Онда не істейміз? Мудориғын аламыз. Мудориқ әріптерін орнына мимді береміз. Соңын алдыңғысын кәсірақтаймыз. Және де соңына тәнуинді қоя саламыз. Осылайша істің істеушісі фаилді жасайды екенбіз.